Сәлем достар, бүгін біз құрғақ өріктен осындай өте қою, дәмді, өте пайдалы болған сок дайындаймыз. Құрғақ өрік білесіздер, ағзаға өте пайдалы, давлениеға болсын, өтке болсын, кез келген ағзамыздағы мүшеге өте пайдалы болып табылады. Құйылып жатқан байқағаншасыздар, өте қою, дәміне енді сөз жоқ, дайындап көріңіздер, балдарыңызға болсын, бәріне өте пайдалы. Мен құрғақ өріктен бөлек тағы да бір 2-3 алма қостым, ол өз қалаларыңызға байланысты. Алмадан басқа кез келген жемісін түрін салып жіберсеңіздер болады, немесе салмасаңыздар да болады. Тек қана өріктің өзімен дайындауға болады, ол да өте дәмді болып шығады. Үйде алма болғандықтан осылай қостым. Сосын шекерімізді салып аламыз. Шекер міндетті емес, қаласаңыздар бал қоссаңыздар болады, науат салсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сосын су құйып, шекерін кішкене ертіп аламыз. Дәмін көреміз, тәттілігін бола ма жоқ па деген сияқты. Осылай су құйып алып, газге қатты отпен қоятын боламыз. Міне осылай қайнап шықты. Қатты отта осылай қатты қайнатып 40 минуттай қайнататын боламыз. Өріктер доп-домалақ болып ісу керек. Мына жерде әлі іспеген, мінекей көрсетіп жатырмын видеоны жай қылып. Сосын қара цветі шығу керек, өріктің түсі әлі шықпаған, бұл жерде әлі іспеген. Сондықтан қайтадан қайнаттым. Ал уже мына жерде көріп тұрғандарыңыздай өріктер доп-домалақ болып ісіп қалған, құрғақ өріктер. Сосын қара цветі шыққан. Бұдан кейін де бір 10 минуттай қайнаттым. Сосын естеріңізде болсын, сок қайнап шыққан соң толықтай суытасыздар. 3-4 сағатқа бөлме температурасына қойып қойсаңыздар, өрік одан бетер жібіп, өзінен сокқа қоюлық шығарады, қою ұнтақтарын шығарады. Неге осылай пюре мұжатынмен мұжып аламыз да. Неге өріктің бәрі мұжылып кетті. Осылай мұжып алған соң ыдысқа құятын кезде ситадан өткізіп қойыңыздар. Осындай кішігірім ситадан өткізіп қойсаңыздар, сонда мусорлары өтпейді. Видеода көріп байқап тұрған болсаңыздар, сок өте қою болды. Дәміне мүлдем сөз жоқ, дайындап көрулеріңізді ұсынамын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте пайдалы.